BYD юванап деп тақсыр, срочно басың мына красавица өте азыр трендке шығып қалды. Сіз дағы біреуін айдап қойған ошылардан. Елден қалбаң, бірақ ел мақтап отады, значит басыш керек. 2025 жылға масла машина Қырғызстан учетына қойылған дап-дайыр. Ака бір зарядмен қанша жүреді екен бұл? Bir заряд тұрып қойсаңыз 400 км жолды басып өтіп қой тұрған красавица. Бірақ машинада, жаңа машинаға қандай уход керек болады? Негізі уход жоқ. Камера деген нәрсе бар ғой, жаман көп мына машинада. 12 камерасы бар. Мына жерінде 3 камера. Жан башынан бирөөнү тартат, алдынан бирөөнү и 360 камерасы. Даже салон için тарта турган камера бар. Салон içinde өтө иhtiyat болосуз, тақсыр. Анан сохранить болуп калып проблема болбосун. Мына ичине карасаңыз, черный белый сочетаниялар менен иштеген и чоң сенсорный мониторда полный режимдер бар. Режим езди дейсиңер, дистроник, полосодержатель, круз-контроль, мультимедиа, электронный табло болгону 800 км. Бишкектен Ошқа чейин болгон пробеги менен кожалар просто пушка, комфорт, өтө жакшы машинада, аркалары кенең, жумшак. И то бескульчевой доступ дагы бар и классический ручкалар менен. LED стопторда монобров, мынаны карасаңыз, вид айрыкча бир тема болуп турат. Багаждар дагы кенең. Айтылыш бас, ака буну баасын канча дедиңиз? Тақсыр, сенасын канча деп айтайын эми буну? 15400 доллар. Түшүп беребиз да жакшы. Реальный клиент келсе жакшы баада түшүлөт. 15400 доллар машина автоберекеде наличида болот. Электромобиль издеп аткан туугандар, жана кытайский машина издеп аткан туугандар, бизде өтө варианттар көп. Чаңгандар бар. Любой варианты бар ушулардын. Срочно келип басып коюңуздар. Ассаламу алейкум.